Сәлем баршаға. Красный бархат тортын алғаш мәрте жасайын деп тұрсаңыз, немесе алдын жасаған болсаңыз, дұрыс шықпаған болса, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қарап алыңыз. Мен бұл рецепті онлайн мастер-класстан алған болатынмын, және де міндетті түрде қарап, дәл осы мен айтқанды жасаңыз, керемет шығады. Каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Ең алдымен бисквит дайындаймыз. Ол үшін бізге үйдің температурасында тұрған айран керек болады. Айранға сода салып араластырып, үстіне топ декордың красителін салатын боламыз. Негізі қою краситель салуға да болады. Құрғағында ол красительді өзіңіз қалағанша қоса бересіз. Кейіннен електен өткізілген ұнға разжигательді қосып қоятын боламыз. Кейін құрғақ ыдысқа міндетті түрде құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып көпіршітіп аламыз. Көпіргеннен кейін шекерді аз-аздан қоса отырып, шекері ерігенше, осылай 2-3 есе іскенше миксерлеп аламыз. Кейіннен жаңағы красителіміз қосылған айранға бөлме температураға сармайды және де ағмайды, яғни растительный масланы қосып, үшеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы дайын болған массамызды біз жұмыртқаға саламыз. Барлығын бірге құйып жібереміз да, барлығын миксерден өткізіп алатын боламыз. Қыздар, міндетті түрде мен айтқаным бойынша жасаңыздар. Барлық заттың мөлшерін описанияға да қалдыратын боламын. Үстінен електен өткізілген ұнды саламыз. Оның барлығын бірден емес, аз-аздан сала отырып, дәл осы массаны дайындап аламыз. Енді печкамызды 180 градусқа қойып, қыздырып алатын боламыз. 15-20 минут қана пісіреміз. Дәл осындай пергамент қағазына мен домалақ сызып алдым 22 сантиметрлік. Соның үшін толтырып шықтым. Бұл коржды ешқашанда бисквит қылып барлығын бірге пісіруге болмайды, ортасы піспей қалады. Сондықтан мен сияқты бөліп-бөліп пісіріңіздер. Немесе дәл осы массаны бірде 3 бөлікке бөліп пісірсеңіздер де болады. Менде мына жерде 4 корж болды. Қыздар, жан-жақтарын алып шығамыз. Дәл осылай барлығын бірдей қылып жинау үшін енді крем жасаймыз, қыздар. Крем үшін творожный сыр мен сахарный пудраны бірінші лопаткамен, кейін миксермен біркелкі етіп араластырып алу керек. Кейіннен үстіне сливки құямыз. Менде Чунское озеро деген сливки өте керемет шығады. Дәмі тортқа керемет дәм береді. Қыздар, міндетті түрде осы сливкимен жасаңыздар. Жақсылап миксерлейміз. Салқын болу керек сливкилеріңіз. Даже миксердің айналдыратынын да морозилкаға сап қойып барып араластырсаңыз, сливки тез қататын болады, қыздар. Енді подложка қойып тортты жинай береміз, қыздар. Енді сіздерге дәл осындай әдемі түстің құпиясын айтайын. Негізі көбісі бұл неге тортқа какао қосады. Негізі какао ешқандай жағдайда қоспаңыздар. Ол кезде сіздерде қызыл емес, бордовый түс шығады. Сондықтан да міндетті түрде какао қоспай жасап көріңіздер. Сонда түсі менікі сияқты әдемі болып шығады, қыздар. Ол жинау дәл осы видеодағыдай жинай бересіздер. Қалған бөлігін енді жан-жағына және төбесіне жағасыздар да. Сәнде өздеріңіздің ертеңіңізде мен өзінен кішкене крем алып қалып, қызыл краситель қосып жіберіп, кішкене узор беріп шықтым да, жан-жағын өзінен қалған шыққан үгінділермен безендіріп шықтым, қыздар. Міндетті түрде осы видеоны ұнап жатса сіздерге лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, каналыма жазылып алыңыздар.